Қиял адамды алға жетелейтін күш. Қиял адамның ішкі әлемін байытатын, болашаққа жол ашатын ерекше қабілет. Ол жоқ жерден бар жасап, мүмкін емес көрінген дүниені мүмкін етіп көрсетеді. Адам баласы қиял арқылы арман құрады, ал арман мақсатқа айналғанда өмірге мән береді. Қиялсыз өмір бояусыз сурет секілді. Себебі қиял адамды шектемейді, керісінше еркін ойлауға үйретеді. Бала кезден бастап адам қиялдап өседі. Біреуі ұшқыш болуды, біреуі ғалым болуды армандайды. Сол қиялдар адамға күш беріп алға ұмтылдырады. Көптеген жетістіктердің бастауы да дәл осы қиялдан туады. Қиял тек арман емес, ол шығармашылықтың негізі. Ақын өлеңін, жазушы шығармасын, суретші өз туындысын қиял арқылы дүниеге әкеледі. Тіпті ғылым мен техника саласындағы үлкен жаңалықтар да алдымен біреудің қиялында пайда болған. Бір кездері адамға ұшу арман болса, бүгін ол шындыққа айналды. Демек, қиял дамудың қозғаушы күші. Дегенмен қиялды дұрыс бағытта қолдану маңызды. Тек қиялдап әрекет етпеген адам мақсатына жете алмайды. Қиял мен еңбек қатар жүргенде ғана нәтиже болады. Адам өз қиялын нақты жоспармен ұштастыра білсе, ол арманын жүзеге асыра алады. Қорытындылай келе, қиял адамға үміт сыйлайтын, өмірге шабыт беретін құндылық. Ол адамды алға жетелейді, жаңа биіктерге шақырады. Сондықтан қиялдаудан қорықпау керек, керісінше оны дұрыс пайдаланып, арманды шындыққа айналдыруға ұмтылған жөн.